Hayırlı gün dostlar, bugün ben kешке асқам осы істейді жатыр. Астана ашынып жыртылып кетпейтіндей қылып енді алдағы уақытта фаршыны дайындап қойдым. Енді оған пияз мен күріш жасасам болды. Намаш дайындап алуым керек алдын. Осылай болгарскийді ашып әңгіме айтып берейін енді сіздерге. Өзім жайлы ақпарат берейін. Менің жасым 19-да, 2003 жылғымын. 17 жасымда тұрмысқа шықтым. 18 жасымда ана атандым. Қазір жасым 19-да. Жолдасым, ата-енем қолында тұрамын. Мен келін болып түскенімнен 1 жылдан кейін, өкінішке орай, енем қайтыс болып кетті. Қазір бір қызым бар, 1,5 жасар. Біз қазіргі таңда қырда тұрамыз. Біреудің малын бағу деген шаруа емес, біз өзіміздің мал, өзіміздің үйіміз бар дегенде. Күйеуім қай жақта болса, мен де сондамын деген сөз ғой енді. Не айтып берейін. Үйдің ең кіші қызы болып, ерке болып өстім. Жеңгем, 2 әпкем болғаннан кейін мен үйдің жұмысын біреуінде істемейтінмін. Только үй жинау, шашу, жинау болмаса. Келін болғаннан кейін үйрендік қой, желіп. Құдайдың қамырын ашып, нан жауып білмейтінбіз. Басыңа түссе бәрін көрінеді екенсің. Осылай жалпы. Менің жасау әдісім сіздерге ұсынамын. Бағалап, қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пока.